Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер? А1 қарапайым деңгейге арналған сабағымызды бастаймыз. Сіздермен Алматы облысы тіл оқу-әдістемелік орталығының Қаратал аудандық филиалының оқытушысы Аутова Аймен Бауыржанқызы. Сабағымызды бастамас бұрын сабағымыздың тақырыбын мына суретке қарап болжап көрейік. Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы ауа райы. Грамматикалық тақырып барыс септік, өткен шақ. Сабағымызды сөздікпен жұмыстан бастайық. Ауа райы, погода, ашық, открытый, ясный, аяз, мороз, бұлтты, облачный, жылы, теп. Сабағымызды сөздікпен жұмыстан бастаймыз. Ауа райы, погода, ашық, открытый, ясный, аяз, мороз, бұлтты, облачный, жылы, тепло, құрғақ, сухой, салқын, прохладный, суық, холодно, холодный, ыстық, горячий, жарко, бүгін, сегодня, ертең, завтра, ерте, рано, кеше, вчера, күн, день, солнце, қыстау, зимовать, биіктік, высота, апталап, неделями, аққу, лебедь, сауатты жазу, писать грамотно, құрғақ ауа райы, сухая погода, мәлімет, информация, құс, птица, жәндік, насекомые, ұзақ, длинный, жеңіл көлік, легковое авто, шоқ жұлдыз, созвездие. Осы сөздерді дәптерімізге жазып, жаттап аламыз. Тақырып бойынша тапсырма. Суретке қарап, ауа райы қандай екенін жазыңыз. Мысалы, бірінші суретте плюс 27 градусты көрсетіп тұр. Яғни, ауа райы ыстық. Келесі суреттерді толтырып шығыңыздар. Жоғарыдағы ауа райына қатысты мәліметтерді пайдаланып, сұрақ дайындаңыз. Мысалы, кеше ауа райы қандай болды? Сіздер осы сияқты тағы 4 сұрақ құрастыруларыңыз керек. Енді сабағымыздың грамматикалық тақырыбына өтсек. Грамматикалық тақырып барыс септік. Барыс септік іс-әрекеттің бағытын білдіреді. Жалғаулары ға, е, қа, ке. Сұрақтары кімге, неге, қайда. Грамматикалық тапсырма бойынша қажетті жалғауды жалғаңыз. Сіздерге қа, ке, ға, ге жалғауларының ұсынған. Астындағы сөздерге осы жалғаулардың тиістісін қойып жазып шығыңыз. Бірінші сөзді мысал ретінде алсақ. Астана сөзі берілген, бұған Астанаға деп жалғау жалғадық. Сөздерді сәйкестендір. Мысал ретінде ауруханаға бару сөзімен сәйкес келіп тұр. Келесі мысалдарды осы схема бойынша орындаймыз. Келесі грамматикалық тақырыбымыз өткен шақ. Өткен шақ іс-әрекеттің сөйлеу сәтінен бұрын болғандығын және оның нәтижесін білдіреді. Өткен шақтың жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ауыспалы өткен шақ деген 3 түрі бар. Жедел өткен шақ етістікке, тікелей
д, т және жіктік жалғау жалғану арқылы жасалады. Мысалы, мен бардым, сен келдің. Бұрынғы өткен шақ. Етістікке ған, ген, қан, кен, ып, эп, п және жіктік жалғау жалғану арқылы жасалады. Мысалы, мен барғанмын, мен барыппын. Ауыспалы өткен шақ. Етістікке атын, етін, итін, итін жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, мен баратынмын, мен жүретінмін. Осы тақырып бойынша тапсырма орындауға көшейік. Сөздерді орын тәртібі бойынша өткен шақта жазыңыз. Бірінші мысал. Мен шық, тауға, кеше сөздері берілген. Бұл жерде дұрыс сөйлем мен кеше тауға шықтым болып құралады. Осыны үлгі ретінде алып, қалған сөйлемдерді толықтырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақта барлығы түсінікті болды деген ойдамын және сіздерден кері байланыс күтемін. Сау болыңыздар.